Саламатсыздар студенттер. Менің аты жөнім Шаленов Айбек Боранбайұлы. Ақтөбе автожол колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Автокөліктер жөндеу, техникалық қызмет көрсету, автомобильдер құрылысы сабақтарынан сабақ беремін. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз автокөліктерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету сабағы бойынша автокөліктің тежегішінің колодкаларын алмастыру. Енді бізде ол үшін Nissan автокөлігін үй жағдайында алып отырмыз. Осыған сіздерге сабақ болсын деп, студенттерге сабақ болсын деп, осыған техникалық қызмет көрсетеміз. Бүгін колодкасын алмастырамыз. Енді бұл автокөлікте өздеріңіз білетіндеріңіздей алдыңғы тежегіштері дискілі тежегіштер, артқы тежегіштері барабанды тежегіштер. Енді біздер бүгін осы алдыңғы дискілі тежегіштің колодкасын алмастырамыз. Бізге бұл колодканы алмастыруға міне осындай набор кілттер, сосын міне жаңа колодкілер әкеліп қойдық дайындап. Енді келесі кезекте автокөліктің доңғалағын шешу үшін доңғалақты шешуіміз керек. Доңғалақты шешу үшін көтергішті пайдаланамыз. Сосын автокөлікті көтеріп болғаннан кейін доңғалағын шешеміз. Доңғалағын енді автокөліктің доңғалағын шешеміз. Енді осыдан кейін біздерде мынау дискі болып есептелінеді. Осыны дискіні міне тежегіш қысады. Мынау супырт. Осы супырт дискіні қысып автокөлікті тоқтатады. Біздің жағдайда торымыздың колодкасы желінген. Соны біздер енді жаңасына алмастырамыз. Осының барлығы жіткіс арқылы жұмыс жасайды. Жіткіс арқылы автокөліктің тоқтатады. Енді бұл жерде біздер колодкамызды алу үшін цилиндрді көтереміз, яғни супырттың цилиндрлерін көтереміз. Ол үшін бізде мұн жақта 12-ге 1 болттар, соны ақтамыз. Болтты қойғаннан кейін енді цилиндрді біздер жоғары қарай көтереміз. Осыны көтергеннен бізде мына ішінде цилиндр тұр. Мынау торымыз тежегіштің колодкілері. Енді өздеріңіз көріп отырғандағыдай, бұл өте қатты желінген. Уже автокөліктің тоқтатуына қауқары әлсіздеу болады. Сондықтан кейбір жағдайларда автокөлігіміз тоқтамай, жол көлік оқиғасы болуы мүмкін. Енді міне көне өзінен шыққан торымыз колодкасы біздер жаңасын алып отыр. Енді өздеріңіз көргендей желіну дәрежесі өте жоғары. Колодка уже тозған. Енді бұл колодкілер дискілік колодкаға арналған, дискілік тежегіштерге. Енді бұл жерде темір, оған колодка эбонит материалынан жасалынған. Осыны біздер енді жаңасын орнатамыз. Жаңасын осылай қоямыз. Өзін цилиндрді үстінен әкеліп, өзінің орнына кигіземіз. Кигізіп, өзінің болтымен тартамыз. Біздер жаңа колодканы салдық, орнына қойдық, супырттарын салдық. Енді бұны өзінің болтымен қатайтамыз. Колодкамыз дайын. Енді орнына автокөліктің доңғалағын саламыз, домкраттан түсіреміз. Колодканы алмастырып болдық. Бұл енді біздің тежегіштің колодкілеріміз уақытында алмасып тұрса, автокөлігіміздің тежелуі, жол көлік оқиғасын жасамауы осы колодкілерге байланысты тоқтауы автокөліктің. Бұл
жолда қауіпсіз жүруге әсер ететін негізгі басты факторлардың бірі осы тежегіштердің жақсы жұмыс жасауы. Енді біздер бұны үй жағдайында жасап отырық. Енді арнайы көтергіштермен автокөлікті ешқандай көтеріп жатқан жоқпыз. Кәдімгі үй жағдайында жасай беруге болатын автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу. Үй жағдайында жасай беруге болады. Біздер енді мына дөңгелегі болдық, салып болдық, колодканы алмастырдық. Енді осындай реттілікпен екінші жақтың да колодкасы алмасады. Содан кейін енді біздер тежегіш колодкілерін алмастырғаннан кейін капотты ашып, тежеу сұйықтығы құйылған нені қараймыз. Енді бізде толып тұрады. Шамалы ағуы мүмкін. Неге? Себебі біздер жаңа цилиндрлерді қайтарған уақытта ішінде тұрған жіткістер кейін қарай қайтып аузына келіп тұрады. Осы жіткістерді енді ағуы, басқа жерлерден тағы да ақау шығып, шлангілер жарылып немес үшін техникалық қызмет көрсету барысында жіткістің деңгейін тексеріп отырамыз. Чтоб азайып кетпесін. Бұл азайып кетсе де жіткістер дұрыс, тежегіштер дұрыс жұмыс жасамайды. Сау болыңыздар. Келесі сабаққа дейін.